жоқ сабақта Бибула Мирасы осында ма? Так, Айтбай Нұрсұлу. Так, Амантай Зерде, Ахмет Айсұлу, Алибай Назым, так, Бағлан қызы Назмы, Байжолов Жарқы, осында да, Бесенбаев Алибек, Бектемирова Айгерім, және Габиден Мөлдір осында да. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы қабылдау бөлімшедегі мергендердің міндеттері, қызметтері. Сондықтан бүгін біз осы тақырып өткенде ең бірінші оның маңыздығын білу керек. Өте маңызды бөлімше, өйткені барлық өте қажетті жұмыстарды біз осы бөлімшеде істейміз. Бұл бірінші қазір балаларды сұраймын да, абылай жалпы сипаттаманы бергенде шұғыл жәрдемді көрсетеді осы бөлімшеде. Біріншіден науқасты қабылдап кеп, шұғыл жәрдемді көрсетіп, ары қарай госпитализацияға дайындайды. Сондықтан біріншіден тестке парақтарында дайындап, тестированияны жасайық. Тест қайда? Дайсыңдар ма? Дәптерлеріңді ортаға. Тезірек парақтарыңа аты жөндеріңді жазыңдар. Tamam. Ала беріңдер тесттеріңді. Тестке 10 минут беріледі. Әр тестте 10 сұрақ. Сіздердің теориялық білімдеріңді анықтаңыздар, ары қарай машықтанын дағдыларды. Жазып болдыңдар ма? Тапсыра беріңдер. Күнделіктеріңді қазір маған тексеруге тапсырасыңдар, балалар. Все, тапсыра беріңдер. Балалар күнделіктеріңді тексеруге жинаңдар. Нұрсу алып кел. Қазір біріншіден. Так, дайындалып отырыңдар. Қазір 5 минут маған беріңдер, мен тесттеріңді тексеріп алайын. Так, мені түсір, мен тексердім. Тестілердің бағаларын нәтижесін кейінірек айтам сабақтың аяғында. Ауызша. Мынандай сұраққа жауап беру керек. Қабылда бөлімшедегі мергендердің қандай міндеттерін білесіңдер? Қандай қызметті атқарады? Қабылда бөлімшесінде қандай бүгін? Әлі журналға қарай. Бағлан қызы Назлы тақтаға. Қабылдау бөлімшесіндегі медбикенің негізгі қызметі. Бірінші медбике жедел немесе шұғыл жағдайда түскен науқастарды қабылдайды. Балалар қарап тұрыңдар тақтаға. Науқастарды қабылдайды. Одан кейін науқастарды медициналық құжаттарға тіркейді. Дұрыс. Содан кейін сол күнгі кезекші дәрігерді шақырып, науқасты алғашқы тексеруден өткізеді. Дұрыс па балалар? Келесіде науқасқа диагностика жүргізеді. Келесі одан кейін несе керек?
Назлы. Одан кейін науқасты қажет болса білікті көмек көрсетеді, медициналық білікті көмек көрсетеді. Оған алғашқы көмек жатады ма? Алғашқы көмек және білікті Білікті медицина. көмек. Дұрыс. Балалар дұрыс па? Ретімен жазып алып. Одан кейін көрсетеді. Кейін науқасты санитарлық гигиеналық тазалаудан өткізеді. Оның екі түрлі бар, екі түрі болады. Жартылай және толық. Жартылай түрі ол науқас өте ауыр халде болған кезде науқасты операцияға дайындайды. Ал толық түрі ол науқастың жағдайы орташа кезінде жоспар бойынша жүргізіледі. Яғни педикулезді тексереді және де душқа, ваннаға шомылдырады. Келесі қызметі ол науқасты ауруханадағы емдеу бөлмесіне тасымалдайды. Балалар дұрыс па? Бәрін айтты ма? Науқасты тасымалдайды. Толықтырып айтты. Барлық қызметтері айтылған. Қандай бөлмелерде тұрады? Қабылдау бөлімшесінің құрылысын айту керек. Айтпай Нұрсұлу, дайынсың ба? Осы сұраққа жауап бересің. Стационарда қызмет көрсету алдымен қабылдау бөлімінен басталады. Қабылдау бөлімі тіркеу, қабылдау, біріншілік көмек көрсету, стационарға түскен науқасқа санитарлық гигиеналық өңдеу және де біріншілік көмек көрсетуге арналған емдік профилактикалық бөлім болып табылады. Және де оның құрылымына келетін болсақ, қабылдау бөлімі қабылдау бөлімі бірнеше бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі күту бөлмесі. Бұнда науқастарға немесе науқастарда әкелген туыстарына арналған бөлме. Бұнда кресло мен орындықтар саны жеткілікті түрде болады. Және де бұнда аурухананың анықтама қызметінің телефон нөмірі тұруы керек. Екінші кезекші бөлмесі. Бұнда кезекші мейірбикенің кабинеті болып табылады. Бұл кезде жаңадан түскен науқастарды тіркеу, қабылдау және де қажетті құжаттарды толтыру болып табылады. Үшінші бір немесе бірнеше қарау бөлмесі. Бұнда дәрігерлер мен науқастарды қарау. Егу бөлмесі. Бұл кезде алғашқы көмек көрсету және де дәрі-дәрмектерді егу жұмыстары жүргізіледі. Таңу бөлмесінде жараларды таңып өңдейді. Изолятор бұл оқшаулайтын бөлме. Бұл кезде дәретханасы бар, жұқпалы аурумен ауыратын және де диагнозы анықталмаған науқастарға арналған бөлме. Рентген бөлмесі. Бұл кезде сынып немесе сынбауын анықтайды. Зертханада анализ тапсырады, зәр немесе қан нелер тапсыру мүмкін. Балалар дұрыс па? Бұның ішінде дәретхана және киім шешетін орын, ванна, душ, тағы да басқа бөлімдері болуы мүмкін. Нұрсұлу, қабылдау бөлімшесінде қандай медициналық құжаттарды толтырады? Қабылдау бөлімшесінде бірінші форма 001, бұнда журнал, жаңадан түскен науқастарды қабылдау немесе емдеуге бас тарту туралы құжаттарды енгізу болып табылады. Екіншісі Ф14-те бұл науқастардың емделуге берген келісімі туралы жазылады. Ф003-де Ф деген форма, да? Құжаттың түрі. Форма 003-F бұл стационарлық медициналық науқастың картасы болады. Форма 058-де бұл шұғыл хабарлама болып табылады, инфекциялық ауру немесе тамақтан улану және тағы да басқа. Форма 060-е бұнда инфекциялық аурумен ауыратын науқастарды тіркеу журналға тіркейді. Форма 004-1 бұл форма 004-1. Форма 004-1 бұл зерттеуге дайындалу парағы. Форма ТБ-01 бұл туберкулезбен ауыратын науқастардың медициналық картасы. Бұл мысалы соңғысы керек жоқ.
Так, дұрыс жауап берді ма балалар? Отыра ғой. Келесі сұрағым қазір 111-ші бұйрық туралы кім айтып береді? Бұл өте маңызды бұйрық. Барлық емдеу мекемелерде қолданылады, оны бұлжытпай орындау керек. Так, 113 Амантай Зерде. Практика ретінде вопрос. 111-ші бұйрық. 111-ші бұйрық ол 2013 жылы 20 сәуірде енгізілген болатын. 111-ші бұйрық ол Қазақстан Республикасының медициналық ұйымдарындағы медицина қызметкерлерінің қой өңдеу жөніндегі әдіс-тәсілдері болып саналады. Оның өзінің арнайы бір шарттары болып саналады. Мысалы, бізде қой өңдеу барысында тырнақтың өспеуі және де қолда лактың болмауы, және сонымен қатар қолда жасанды тырнақтардың жабыспауы, және де қолдағы біздегі әшекей бұйымдарды, мысалы, сонымен қатар сағаттардың болмауы керек болады. Және де осы қой өңдеу тәсілі ол 3 тәсілден тұрады. Біріншісі ол антисептикасыз су сабынмен, яғни сумен және су сабынмен өңдеу. Екіншісі ол антисептикалық өңдеу. Ал үшіншісі ол химиялық, яғни хирургиялық дезинфекциялық өңдеу болып саналады. Хирургиялық дезинфекциялық. Біз антисептикасыз су сабынмен және сумен өңдеу барысында олар өздерінің арнайы бір тәсілдері болады. Мысалы, біз антисептикалық өңдеу, біз жағдайлар, тәсілдер емес, жағдайлар, қандай жағдайларда? Біз тағамдар таратқан кезде, тамақ жеу барысында, сонымен қатар қолымыз, мысалы, пациентпен жанасу кезінде, осы біз антисептикасыз су сабынмен қолды өңдеуіміз керек. Ал келесі антисептикалық өңдеу. Ол, яғни бізде процедура барысында, процедурадан кейін қолымызды сөзсіз антисептикамен өңдеуіміз керек. Және де біз соғанмен қатар науқаспен жанасу кезінде, және де қанмен, немесе зәрмен биологиялық ерітінділерге қолымыз жанасқан кезде қолымызды осы антисептикалық өңдеумен өңдеуіміз керек. Біз ол өңдеу біріншіден біз кранды ашамыз. Асықпа. Тағы да қандай жағдайда? Резинге қолғап. Резинге қолғап кию алдында, және де резинге қолғапты кигеннен кейін кейін. Тағы да екі жағдай қалды. Қандай жағдай? Тағы да бізде иммунитеті әлсіз адамдарды кезінде. Қандай адамдар? Мысалы, күтім көрсеткенде. Мысалы, біз күтім көрсеткен кезде олардың жаймаларын ауыстырған кезінде, немесе оларға тамақ беру барысында. Мен сендерге айтқам, қарт адамдарға көмек көрсеткенде, және нәрестелерге. Нәрестелерге. Және де ұмытпаңдар, жұқпалы аурумен ауырған адамдармен қарым-қатынаста болса, жұмыс барысында антисептикпен өңдейміз. Және де осы іс-әрекет жүйелігі ол, мысалы, біз бірінші кранды ашамыз, одан кейін қолды сулаймыз. Так, жерде жұмыс орнына. Біріншіден біз жеңімізді түріміз керек, яғни оған су кетпес үшін. Біріншісі біз кранды ашамыз, одан кейін қолымызды сулаймыз. Одан кейін біз су сабынды қолымызға 3 мм-ден артық алмауымыз керек. Балалар, қарап отырыңдар. EN 1500 еуропалық стандарт бойынша қолды өңдеуіміз керек болады. Бірінші тәсіл ол бір алақанды екінші алақанға қайтарымды үдемелі қозғалыс арқылы уқалау. Ол әрбір қозғалыс 5 реттен болуы керек. Қол жуу 30 секундтан 1 минут аралығында болады. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, келесі 1, 2, 3, 4, 5. Ал екіншісі оң қолдың сыртымен, сол оң қолдың ішімен, алақанмен, яғни сол қолдың сыртын уқалауымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Үшіншісі ол саусақтарды құлпықтау арқылы бір-бірінің, яғни бүгілген саусақтардың сырт жағы мен екінші қолдың алақанын ысқылаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Одан кейін сол қолдың бас бармағын аламыз да, оң қолмен ысқылаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді осылай бір-ектеле жауымыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді келесі қол. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Енді келесі ол сол қолдың алақанына оң қолдың саусақтарының ұштарын уқалаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі қол. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай қолымызды енді жуамыз. Жуып болғаннан кейін біз кранды қолмен емес шыдақпен жабуымыз керек болады. Дұрыс.
Так, одан кейін Одан су сабын ақ кетті да. ақ кетті. Одан кейін біз Кірді кетірдік. Су сабымен біз кірді кетіреміз. одан кейін Инфекция жойылмайды. бір реттен ғана қолданыламыз. Яғни міне 1, 2, 3 Қолымызды құрғатамыз. Енді оны тастаймыз. Дұрыс таста. Тастаймыз. Қандай контейнерге Біз бірінші А класындағы түсі, контейнер түсі, қара. қара түсі контейнерге саламыз. Екіншісін аламыз. Қолдың сыртын 1, 2, 3 болды тастаймыз. Енді Келесі салфетка. Келесі үшінші салфетканы аламыз. Сізге 4 салфетка керек болады. 1, 2, 3 салфетканы тастаймыз. Төртінші салфетка. 1, 2, 3 салфетканы тастаймыз. Енді антисептикалық қолды өңдеу. Бұған біз мысалы антисептиканы аламыз. 3 мм-ден артық алмауымыз 3 керек. мл да? Иә. Қолды тура бағанағы сусабмен қалай өңдедік, солай ең 1500 еуропалық стандарт бойынша қолды өңдеуіміз керек. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 сыртымен 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Енді 1, 2, 3, 4, 5 Бәріміз қараймыз. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Енді соңғысы Мөлдір. Үшінші кезең қайсысы? 3, 4, 5 Ал екі алақаныңызды бір-бірімен ысқылайсыз. Дұрыс. Оны сен Бізді қолымызды құрғатпаймыз, себебі антисептик спирт өзімен ұшып, қолымыз өзі құрғап тұрады. Осы Елен 1500 еуропалық стандартты жасаған кезде. дұрыс отырықты. Берейін ба бір? Еуропалық EN 1500 стандартты қайтадан қайталайық. Бірінші тәсіліміз 1, 2, 3, 4, 5 дағы да 1, 2, 3, 4, 5 келесі 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 келесі 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 келесі 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 келесі баслама 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ең соңғысы саусақтың ұшы 1, 2, 3, 4, 5 түсінікті ме? Осы манипуляция қанша уақыт кетеді? Дұрыс. Келесі біздің менің сұрағым 357-ші бұйрық. Осы бұйрық не туралы? Бұйрықтың атын айту керек және қай кезде шыққан. 357-ші бұйрық. Так, журналға қараймыз. Габиден Мөлдір. 357-ші бұйрық. Бұл бұйрық 2017 жылы 31 мамырда бекітілген. 357-ші бұйрық денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар деп аталады. Яғни бұл жерде медициналық қалдықтар дегеніміз бұл медициналық қызметтер көрсету және де медициналық манипуляцияларды орындау кезінде пайда болған қалдықтарды айтамыз. Медициналық қалдықтардың 5 сыныбы бар, олар А, Б, В, Г, Д. А сыныбын алатын болсақ, А сыныбы бұл қара түсті, және де бұл бізде қауіпті емес қалдықтар деп аталады. Біз бұл жерде медициналық қызмет көрсету кезінде пайда болған және де манипуляцияларды көрсету кезінде пайда болған, яғни су өткізбейтін, тесілмейтін, бір рет қолданылатын қалдықтарды жатқызамыз. Б сыныбы бұл эпидемиологиялық қауіпті қалдықтар деп аталады. Бұл сары түсті болады. Біз бұған инфекцияланған, яғни қанмен, басқа да биологиялық сұйықтықтармен ластанған материалдар, аспаптар, заттар, және де органикалық операциялық қалдықтар, инфекциялық тағам қалдықтары, және де фармацевтикалық, клиникалық, диагностикалық, биологиялық өндірістердің шикізаттарын, қалдықтарын жатқызамыз. Одан кейін В сыныбы бөлінеді ме? Б сыныбы, Б1, Б2. Б1-ге біз
қатты заттарды инелерді жатқызамыз, ампулаларды, Өткір, қатты заттар. ал Б2-ге бұл жұмсақ заттарды, яғни нелерді, қолғаптарды жатқызамыз, мақталарды, Таңғыш таңғыш материалды, материалдарды жатқызамыз. В сыныбы бұл бізде қызыл түсті болады. В сыныбы төтенше эпидемиологиялық қауіпті қалдықтар деп аталады. Біз бұл В сыныбына инфекциялық аурулармен ауырған науқастармен жанасқан және халықтың санитариялық эпидемиологиялық салауаттылығы саласында төтенше жағдайлардың пайда болуына алып келуі мүмкін және де аумақта санитариялық іс жүзінде шараларда пайда болған қалдықтарды жатқызамыз және де бұған виварийлердегі қалдықтарды және де фармацевтикалық, иммундық, биологиялық өндірістерінің шикізат қалдықтарын жатқызамыз. Жауабы толық па, дұрыс па? Жарайды, жетеді, отыра ғой. Бұлай Расыл, шыға ғой. Жалғастыр. Тағы қанша сынып қалды? 2 сынып қалды. 2 сынып қалды. Келесі Г сыныбы бұған